Бүгінгі шығарылымда мұқаба суреттен көргеніңіздей, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметіне қалдырған соңғы аманат қоштасу хутбасы жайлы айтамыз. Бұл хутбада адам құқығы, әділет, бауырластық және жауапкершілік сияқты исламның ең негізгі қағидалары қамтылған. Сондықтан бұл сөздер тек өткенге емес, бүгінгі бізге де арналған. Хижреттің 10-шы жылында пайғамбарымыз қажылыққа дайындалып, Мәдинадағы мұсылмандарға да қажылыққа дайындалуды бұйырды. Мәдинаның сыртындағыларға да хабар жіберілді. Осыған орай мыңдаған мұсылмандар Мәдинаға жиналды. Дайындық істері аяқталғаннан кейін пайғамбарымыз Зул-Қағда айының 25-ші күні 40 мың адамдық топпен бесін намазынан кейін Мәдинадан шықты. Пайғамбарымыз: "Ей Аллахым, мұны маған ішіне рия, өзін көрсету, атақ, құмарлық араласпаған, қайырлы және қабыл болатын қажылық ете көр" деп дуа етті. Ихрам киініп, Жабирил алейхиссаламның хабар беруімен қатты дауыспен тәлбие айта бастады. Бұған сахабаларда қосылған кезде жер мен көкті тәлбие дауыстары жаңғырта бастады. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулька ла шарика лак. Пайғамбарымыз 100 түйені құрбандыққа шалуға алып барды. 10 күнге созылған жол сапарынан кейін Зул-Хиджаның 4-ші күні Меккеге жетті. Йеменнен және басқа жерлерден қажылық жасауға келгендерді қосқанда мұсылмандардың саны 124 мыңнан асты. Пайғамбарымыз Зул-Хиджаның 8-ші күні Минаға, 9-ші күні Арафатқа барды. Арафат жерінің ортасында түстен кейін Қосуа деген түйесінің үстінде отырып, қоштасу хутбасын оқып, сахабалармен қоштасты. Ей адамдар, сөзімді жақсылап тыңдаңдар. Білмеймін, бәлкім бұл жылдан кейін сендермен бұл жерде қайта кездесе алмайтын шығармын. Ей адамдар, осы күндерің қаншалықты қасиетті күн болса, бұл айларың қандай қасиетті ай болса, бұл қалаларың Мекке қандай қасиетті қала болса, жандарың, малдарың, намыстарың да сондай қасиетті. Әр түрлі жауыздықтан қорғалған. Сахабаларым, ертең Раббыларыңмен қауышасыңдар, және бүгінгі барлық әл-әрекеттерден міндетті түрде есепке тартыласыңдар. Менен кейін бұрынғы азғындықтарыңа қайтып, бір-біріңді өлтірмеңдер. Бұл өсиетімді осы жердегілер бұл жерде болмаған адамдарға жеткізсін. Естіген адам бұл жерде болып, естіген адамнан да жақсы түсініп, есінде сақтау мүмкін. Сахабаларым, кімде біреудің аманаты бар болса, оны есіне қайтарсын. Өсімқорлықтың, пайыздың барлық түрі жойылған аяғымның астында. Бірақ қарыздарыңның негізін берулерің керек. Зұлымдық етпеңдер, зұлымдыққа ұшырамаңдар. Алла тағаланың бұйрығымен өсімқорлыққа енді тыйым салынды. Надандық дәуірінен қалған бұл жаман әдеттің барлығы аяғымның астында. Алғаш жойған өсім Абдул-Мутталибтің ұлы көкем Аббастың өсімі. Сахабаларым, надандық дәуіріндегі қан даулары да толығымен жойылды. Жойған алғашқы қандауым Абдул-Мутталибтің немересі Рабияның қандауы. Ей адамдар, қалаған уақытта соғысу үшін қан төгу харам болған айлардың орындарын ауыстыру күпірліктің дәл өзі. Бұл кәпірлердің үлкен адасушылыққа түскен нәрсесі. Олар бір жылы адал деп қабылдаған бір айды келесі жылы харам деп жариялады. Хақ тағаланың халал және харам еткендерінің санына сай етеміз деп осылай жасады. Олар Алла тағаланың харам еткенін халал, ал халал еткенін харам етеді. Күмәнсіз, уақыт Алла тағаланың жаратқан күніндегі түр мен тәртіпке енді. Ей адамдар, бүгін шайтан сендердің мына жерлеріңді жаңадан билігін жүргізу және үстемдік құру күшінен мәңгілікке айырылды. Бірақ сендер осы жойған нәрселерімнен басқа кішкентай деп санаған нәрселеріңде оған бағынсаңдар, бұл оны қуантады. Діндеріңді қорғау үшін бұлардан да сақтаныңдар. Ей адамдар, әйелдердің құқықтарын құрметтеуді және осы мәселеде Алла тағаладан қорқыңдар. Сендер әйелдерді Алла тағаланың аманаты ретінде алдыңдар. Олардың намысы мен арын Алла тағаланың атымен уәде беріп халалдыққа алдыңдар. Сендердің әйелдерде құқықтарың, олардың сендерге құқықтары бар. Сендердің әйелдердегі құқықтарың, олардың отбасылық махрамдықты сендер ұнатпайтын ешкімге таптатпау. Егер сендер ұнатпайтын біреуді үйлеріңе кіргізсе, оларды жеңіл ұрыспен жазаландырып, бұл тірліктерінен қайтарсаңдар болады.
Әйелдердің де сендердегі құқықтары оларға халал жолмен әр түрлі тағамдар мен киім-кешектерін қамтамасыз етулерің. Ей муминдер, сендерге бір аманат қалдырамын. Одан мықтап ұстансаңдар, жолдарыңнан адаспайсыңдар. Ол аманат Алла тағаланың кітабы, Құран кәрім, басқа риуаяттарда сүннетім және әхлі бәйтім деп көрсетілген. Ей муминдер, сөзімді жақсылап тыңдаңдар және естеріңе жақсылап сақтаңдар. Мұсылманның бауыры, осылайша барлық мұсылмандар бірі-біріне бауыр. Діндес бауырларыңның жаны, қаны, мал-мүлкі, ар-намысы және ақысына сұрамай қол созу ешкімге халал емес. Тек өзі көңіл разылығымен берсе ғана халал болмақ. Сахабаларым, өздеріңе зұлымдық жасамаңдар. Мойындарыңда өздеріңе де қатысты сақтауға тиіс болған құқықтарың, жауапкершіліктерің бар. Ей адамдар, Алла тағала әрбір құқық иесіне құқығын Құран кәрімде берген. Мұрагердің өсиеттің қажеті жоқ. Бала кімнің төсегінде туылса, соған тән. Зынақорлық еткен адамға махрумдық бар. Өзін әкесінен басқаның тегіненмін деп айтқан тексіздер немесе өз қожайынынан қашып басқаның қолына сыйынған көрнемек адам Алла тағаланың азабына, періштелер мен барлық мұсылмандардың қарғысына ұшырасын. Хақ тағала мұндай адамдардың тәубелерінде куәліктерін қабылдамайды. Ей адамдар, Раббыларың бір, әкелерің де бір, барлығың адамның балаларсыңдар. Адам болса топырақтан жаратылды. Алланың алдында ең қадірлілерің, ең көп тақуа болғандарың. Арабтың араб еместерден артықшылығы жоқ, артықшылық тек тақуалықта. Ей адамдар, ертең сендерден мен жайлы сұрайды, не дейсіңдер? Сахабалар, Алла тағаланың дінін уағыздадыңыз, міндетіңізді орындадыңыз, бізге уағыз айтып насихат жасадыңыз деп куәлік етеміз десті. Осы кезде Расулуллах сұқ саусағын көтеріп жамағатқа қарап, куә бол я Рабб, куә бол я Рабб, куә бол я Рабб деді. Пайғамбарымыз қоштасу хұтпасын оқыған күні Мәйда сүресінің бүгін діндеріңді сендер үшін толықтырдым, сендерге деген нығметімді аяқтадым және сендерге дін ретінде исламды беруге разы болдым деген мағынадағы аят түсті. Пайғамбарымыз бұл аятты сахабаларына оқыған кезде Абу Бакр радиаллаху анху жылап жіберді. Сахабалар оның себебін сұрағанда, бұл аят кәриме Расулуллахтың қайтыс болатын уақытының жақындағанын көрсетіп тұр, сол үшін жылап жатырмын деді. Пайғамбарымыз Меккеде 10 күн болып, қажылығын жасап тауафын орындады. Сөйтіп Мәдинаға қайтты. Қажылықтан қайтқаннан кейін сахабалар өз отандарына қайтып, пайғамбарымыздың айтқан және бұйырған нәрселерін сол жердегілерге жеткізді. Хижреттің 11-ші жылы болатын. Жабрил алейхиссалам осы жылы пайғамбарымызға Құран кәрімді 2 рет басынан аяғына дейін оқыды. Алдыңғы жылдарда Құран кәрімді 1 рет оқыған болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жабрил алейхиссаламның ең соңғы уағыздаған Алла тағаланың көмегі және жеңіс күні келіп, адамдардың Алла тағаланың дініне, исламға ағым-ағым болып кіргенін көргенде, Раббыңды мадақтап тәсбих айт. Ол тәубаларды әрдайым қабылдайды деген мағынадағы Нәср сүресін тыңдағаннан кейін, я Жабрил, ішімнен өлімімнің жақындағанын сеземін деді. Жабрил алейхиссалам бұған мына аяттарды оқып жауап берді. Ақырет сен үшін дүниеден қайырлы, Раббың саған разымын дегенге дейін әр қалағаныңды береді. Пайғамбарымыз сол күні Мәдинадағы барлық сахабалардың 5 намазында мешітке жиналуын бұйырып хабар жіберді. Пайғамбарымыз намазды оқытқаннан кейін бір хұтпа оқыды. Бұл хұтпаны оқыған кезде оны тыңдаған жандардың жүректері тебіреніп, көздерден жас аққан еді. Сосын, ей адамдар, сендер маған пайғамбарларың ретінде қалай қарайсыңдар дегенде, сахабалар, я Расулаллах, Алла тағала сізге біздің тарапымыздан мол жақсылықтар бұйыртсын. Сіз біз үшін мейірімді әке, насихат айтушы бауыр сияқтысыз. Алла тағаланың сізге берген пайғамбарлық міндетін орындадыңыз. Уахи етілгендерді бізге жеткіздіңіз. Хақ жолға, исламға даналықпен, көркем насихатпен шақырдыңыз. Алла тағала сізге ең жақсы және ең үстем қайтарымын берсін деді. Пайғамбарымыз, ей муминдер, Алла үшін кімнің менде ақысы бар болса, келіп қияметтен бұрын осы жерде алсын, деді.
Бірақ ақысын алуға келген адам болмады. Расулуллах екінші, үшінші рет Алла тағаланың атын айтып, ақысы болған адам келіп алсын деді. Осы кезде жасы үлкен сахаба Укаша орнынан тұрды. Расулуллахтың жанына барды. Сосын ата-анам сізге құрбан болсын, я Расулаллах. Табук соғысында сізбен бірге жүрдім. Табуктен қайтқанымызда менің түйем мен сіздің түйеңіз қатары келген еді. Мен түйемнен түсіп сізге жақындадым. Мақсатым сіздің мүбарак денеңізді сүю еді. Сол кезде сіз менің арқамнан қамшымен ұрдыңыз. Не үшін ұрғаныңызды білмеймін деді. Пайғамбарымыз: я Укаша, Алла тағала сені Расулының әдейлеп ұрғанынан сақтасын. Я Біләл, қызым Фатиманың үйіне бар, әлгі қамшыны алып кел деп бұйырды. Біләл мешіттен шығып қолын басына қойып, Расулуллах өзіне қысас жасатпақ па деп таңырқаған еді. Үйге барып есікті қағып: я Расулуллахтың қызы, маған Расулуллахтың қамшысын бер деді. Фатима радиаллаху анха: я Біләл, қазір қажылықтың да соғыстың да уақыты емес қой, әкем қамшыны не қылады деп сұрады. Біләл радиаллаху анху: ей Фатима, хабарың жоқ па? Расулуллах өзіне қысас, өш алу жасатпақшы деді. Фатима анамыз радиаллаху анха: я Біләл, Расулуллахтан қысас пен ақысын алуға кім разы болады? Егер қаласа берейін, бірақ Хасан мен Хусейнге айт, алатын адам ақысын солардан алсын. Расулуллахқа еш қысас жасатпасын деп Біләлға қатаң ескертті. Біләл радиаллаху анху мешітке барып, қамшыны Расулуллахқа, ол Расулуллах Укашаға берді. Абу Бәкір мен Омар мұны көріп: ей Укаша, міне біз қасыңда тұрмыз, ақыңды бізден ал, Расулуллахтан алмай қой деп жалынды. Сонда пайғамбарымыз Абу Бәкірге: ей Абу Бәкір, сен арамыздан былай тұр. Ей Омар, сен де былай тұр. Алла тағала сендердің жоғары дәрежелеріңді біледі дейді. Сосын Әли радиаллаху анху тұрып: ей Укаша, Расулуллахты ұруына разы бола алмаймын. Кел ақыңды менен ал. Қаласаң 100 рет ұр, бірақ Расулуллахқа тиіспе дегенінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ей Әли, сен де отыр. Алла тағала сенің де жоғары мәртебеңді, жағдайыңды біледі деді. Енді Хасан мен Хусейн тұрды. ей Укаша, сен біздің Расулуллахтың немерелері екенімізді білесің. Сондықтан бізге қысас, Расулуллахқа қысас деген сөз. Оның ақысын бізден ал. Пайғамбарымызды ұрма дегендерінде пайғамбарымыз оларға: сендер де отырыңдар ей екі көзімнің қуаныштары деді. Сосын: ей Укаша, кел, ұр деді. Укаша: я Расулуллах, сіз мені ұрған кезде менің денем ашық болатын деген соң пайғамбарымыз мүбәрак арқасын ашты. Осы кезде сахабалардың: я Укаша, Расулуллахтың мүбәрак арқасынан ұрмақсың ба деген айқайлар естілді. Бәрі ренішпен күтіп тұрды. Укаша пайғамбарымыздың арқасындағы пайғамбарлық мөрін көріп: ата-анам сізге құрбан болсын, я Расулуллах, ақысын алу үшін сіздің мүбәрак арқаңыздан ұрып қысас жасауға кімнің күші жетеді, бұған кімнің батылдығы барады деп мөрді сүйіп алды. Сонда пайғамбарымыз: жоқ, я ұрасың, я кешіресің дегенінде Укаша: жаным сізге құрбан болсын, я Расулуллах, кешірдім, ал Алла тағала мені қиямет күнінде кешіреме деді. Пайғамбарымыз: кім менің жәннаттағы досымды көргісі келсе, мына қартқа қарасын деді. Расулуллахтың бұл мүбәрак сөзін естіген сахабалар оның екі көзінің ортасынан сүйе бастады. Барлығы: қандай бақыттысың, я Укаша, Расулуллахпен бірге болу құрметіне, жұмақта жоғары дәрежелерге қол жеткіздің деді. Пайғамбарымыз қайтыс боларына 3 күн қалғанда қатты қиналды. Мешітке барып жамағатпен намаз оқи алмады. Жамағатпен оқи алмаған алғашқы намазы құптан намазы болатын. Біләл радиаллаху анху әдетінше есікке келіп: әс-салати я Расулуллах деді. Пайғамбарымыздың мешітке баратын шамасы жоқ еді. Абу Бәкірге айтыңдар, сахабаларға намаз оқытсын деді. Айша радиаллаху анху: жаным сізге құрбан болсын, я Расулуллах, әкем өте көңілшек және өте қайғылы. Ол сізді қасында көріп тұрмаса жылап оқи алмайды. Имамдықты Омардың атқарғанын бұйырасыз ба деп сұрады. Пайғамбарымыз қайтадан: Абу Бәкірге айтыңдар, сахабаларға имам болып намаз оқытсын деді. Біләл радиаллаху анху Абу Бәкір Сыддыққа жағдайды айтты. Абу Бәкір михрабта пайғамбарымызды көре алмаған соң жүрегі езіліп, ақылынан айырылғандай болды. Жылай берді, сахабалар да жылай бастады. Пайғамбарымыз мешіттен шыққан бұл дауыстың не екенін сұрағанда Фатима: жаным сізге құрбан болсын, я Расулуллах, сахабаларыңыз сізден ажырауға шыдай алмай жылауда дейді.
Пайғамбарымыз бұған қатты әсерленді. Сахабаларын жұбату үшін қатты ауырып тұрғанына қарамастан әрең дегенде орнынан тұрды. Әли мен Аббасқа сүйеніп мешітке барды. Намаздан соң: ей сахабаларым, сендер Алла тағаланың қорғауындасыңдар, және сендерді Алла тағалаға аманат еттім. Тақуа болыңдар, Алла тағаладан қорқыңдар, Алла тағаланың бұйрығын орындаңдар және бағыныңдар. Мен енді бұл дүниеден кетемін деді. Абу Бакр сахабаларға 17 уақыт намаз оқытты. Бір жолы 5 намазын оқытып жатқан болатын. Сол кездері пайғамбарымыз өзін жеңіл сезініп, Әли мен Аббасқа сүйеніп мешітке шығады. Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху пайғамбарымыздың келгенін сезіп бір шетке ысырылмақшы болды. Пайғамбарымыз оған тұра бер дегенді ыммен білдірді. Пайғамбарымыз Абу Бакрдың сол жағына тұрып, сахабаларға соңғы рет намаз оқытты. Пайғамбарымыз қайтыс боларынан 3 күн бұрын Жабрил алейхиссалам Расулуллахқа барып: я Расулуллах, Алла тағаланың сізге сәлемі бар. Жағдайыңызды білсе де қалай екеніңізді, өзіңізді қалай сезінетініңізді сұрайды деді. Пайғамбарымыз: қайғылымын деді. Жабрил алейхиссалам жексенбі күні де келіп, сол айтқандарын қайталады. Пайғамбарымыз тағы да сол жауапты берді. Жабрил алейхиссалам Йеменде пайғамбар екендігін айтқан Әсәд-и Әнсидің өлтірілгенін хабарлады. Расулуллах оны сахабаларына айтты. Ауырмай тұрған кезінде бірнеше алтынды кедейлерге, бірнешесін Айшаға берген болатын. Жексенбі күні Расулуллахтың ауруы меңдей бастады. Қасына келген әскер қолбасшысы Усамаға еш нәрсе айтпады, бірақ қолын көтеріп оның үстінен сипады. Оған дұға еткендігі аңғарылды. Пайғамбарымыздың бұл дүниеден кетіп ақыретке көшетін күні дүйсенбі болатын. Ауырғанына 13 күн болған еді. Пайғамбарымыз сахабалар мешітте Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анхудың артында бағымдат намазын оқып тұрғанда мешітке кірді. Үмметінің сап-сап болып тізіліп намаз оқып тұрғанын көрді. Қуанып күлімдеді. Өзі де Абу Бакрге ұйып намаз оқыды. Сахабалар пайғамбарымыздың намазға келгенін көргенде аурудан айықты деп ойлап қуанды. Расулуллах намаздан кейін Айшаның бөлмесіне барып жатты. Алла тағаланың құзырына артыма дүниелік нәрсе қалдырмастан кеткім келеді. Саған қалдырған алтындарды да кедейлерге тарат деді. Сосын қызуы арта түсті. Біраздан кейін көзін ашып Айшадан алтындарды таратқандығын сұрады. Ол тарататынын айтты. Оны дереу таратуға қайта-қайта ескертті. Алтынның таратылғанын естігенде енді көңілім жайланды деді. Төсегінде біраз жатқаннан кейін қасына Әлиді шақыртты. Басын оның құшағына қойды. Маңдайы тершіп, реңі өзгерген еді. Фатима әкесінің бұл халін көріп, қарап тұруға шыдай алмай, Хасан мен Хусейннің қасына кетті. Олардың қолдарынан ұстап жылай бастады. Ей әкешім, қызыңызға енді кім қарайды? Хасан мен Хусейнді кімге аманат етесіз? Әкешім, жаным сізге құрбан болсын. Сіз кеткен соң менің жағдайым не болады? Пайғамбарымыз қызының осындай жүрек тебірентерлік сөздерін естіп, көзін ашып оны қасына шақыртты. Я Раббым, оған сабыр бер деп дұға еткеннен кейін: ей Фатима, ей көзімнің нұры, әкең жан тапсырар алдында дегенде ол одан сайын егіліп жылады. Әли радиаллаху анху: ей Фатима, тыныш Расулуллахты бұдан артық қайғыртпа дегенінде пайғамбарымыз: ренжітпе я Әли, тиме, әкесі үшін көз жасына ерік берсін дегеннен кейін көзін жұмып есінен танығандай болды. Сосын Хасан атасына барып: я ата, сізден айырылуға кім шыдай алады? Жабырқаулы жүрегімізді кімге білдіреміз? Сізден кейін анама, әкеме, бауырыма кім шапағат етеді? Әйелдеріңіз бен сахабаларыңыз сіздің көркем мінезіңізді қайдан таба алады деп жылағанда пайғамбарымыздың әйелдері шыдап тұра алмады. Барлығы да көз жастарына ерік берді. Сыртта ойынмен күтіп тұрған сахабалар пайғамбарымыздың жағдайын нашарлағанын естіп жүректері сыздады. Көздерінен жас сорғалады. Соңғы рет пайғамбарымыздың дидарын көру үшін есікті ашыңдар. Пайғамбарымыздың дидарын тағы бір рет көрейік деп есіктің алдында тұрып жалынды. Пайғамбарымыз сахабаларының бұлай тұрғанын естіп есікті ашыңдар деді. Беделді сахабалары ішке кірді. Пайғамбарымыз оларды сабырға шақырып: ей сахабаларым, сендер адамдардың ең беделді, қадірлісіңдер. Сендерден кейін кім келсе де сендер бәрінен бұрын жұмаққа кіресіңдер. Дінді сақтап қалуда мықты болыңдар және Құранды жол көрсеткіш етіп алыңдар. Діннің үкімдерінен оқыпсыздық танытпаңдар деп көзін жұмды. Пайғамбарымыз енді соңғы демдерін алып жатқан еді. Алла тағала Әзірейіл алейхиссаламға: сүйіктіме ең жақсы кейіпте бар. Егер рұқсат берсе рухын
ең жұмсақ және жеңіл түрде ал, рұқсат бермесе кері қайт деп уақи берді. Әзірейіл алейхиссалам ең жақсы түрде өте әдемі бір адам кейпіне еніп пайғамбарымыздың үйінің есігінің алдына барып: "Ассаламу алейкум, ей нұбуат үйінің иесі, ішке кіруге рұқсат бересіз бе? Алла тағала сізге рақым етсін" деді. Айша радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасында отырған Фатимаға: "Мына келген адамға сен жауап бер" деді. Ол есікке барып қайғылы дауыспен: "Ей Алла тағаланың құлы, Расулуллахтың қазір жағдайы жоқ" деді. Әзірейіл алейхиссалам тағы да рұқсат сұрады. Тағы да сол жауап берілді. Үшінші ретте сәлемін қайталап, міндетті түрде кіру керектігін қатты дауыстап айтқан кезде пайғамбарымыз мұны естіп: "Я Фатима, есіктің алдындағы кім?" деп сұрады. Фатима радиаллаху анха: "Я Расулуллах, біреу ішке кіруге рұқсат сұрайды." Бірнеше рет жауап бердім, бірақ үшінші сөйлегенінде денем түршікті деді. Сонда пайғамбарымыз: "Ей Фатима, ол кім екенін білесің бе? Ол ләззаттарды бұзатын, қоғамдарды талан-тараж ететін, әйелдерді жесір, балаларды жетім қалдыратын, үйлерді қаңыратып, қабірлерді көркейтетін өлім періштесі Әзірейіл. Ей Әзірейіл, кір" деді. Сол кезде Фатима радиаллаху анху адам айтып жеткізгісіз түрде қайғыға салынып: "Мәдина құрыдың" деді. Пайғамбарымыз Фатиманың қолын ұстап кеудесіне қойып көзін жұмды. Сол жердегілер оның рухы алынды деп ойлады. Фатима радиаллаху анху шыдай алмай әкесінің құлағына иіліп жабыраңқы үнімен: "Әкешім, әкешім" деді. Ешқандай жауап болмаған соң: "Енді жаным сізге құрбан болсын, я Расулуллах, көзіңізді бір рет ашып бір нәрсе айтыңызшы" деді. Пайғамбарымыз көзін ашып, қызының көз ясын сүртіп, оның құлағына қайтыс болатынын айтты. Одан соң Фатима жылай бастады. Бұл жолы құлағына: "Әхли бәйтімнің бірінші болып менің жаныма келетін сенсің" деді. Ол сүйінші хабарға қуанып жұбанды. Фатима радиаллаху анха: "Ей әкешім, бүгін қоштасу күні, енді сізге қашан қауышамын" деп сұрады. Расулуллах: "Қызым, мені қиямет күні хауыздың жанынан табасың. Үмметімнің ішінен хауызға келгендерге су беремін" деді. Фатима: "Егер сізді сол жерден таба алмасам не істеймін" деп сұрады. Пайғамбарымыз: "Мизанның қасынан табасың. Ол жерде мен үмметіме шапағат етемін" деді. Фатима: "Ол жерден де таба алмасам" дегенінде Расулуллах: "Сыраттың жанынан табасың. Мен ол жерде Раббыма: я Раббым, менің үмметімді оттан сақта деп жалбарынамын" деді. Содан соң Әли қайғылы дауыспен: "Я Расулуллах, сіз рухыңызды тапсырғандан кейін сізді кім жуындырады? Немен кебіндейміз? Жаназа намазыңызды кім оқытады? Қабірге кім қояды?" деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Ей Әли, мені сен жу. Фадл бин Аббас су құйып тұрсын. Жәбірейіл сендердің үшіншілерің болады. Жуындырып болғаннан кейін кебінімді жасаңдар. Жәбірейіл жәннаттан хош иіс алып келеді. Сосын мені мешітке апарыңдар да өздерің мешітте. Өйткені ең алдымен Жәбірейіл, сосын Микаил, сосын Исрафил, сосын басқа да періштелер топ-топ болып келіп намазымды оқиды. Содан кейін сендер кіріңдер, сап-сап болып тұрыңдар. Ешкім менің алдыма шықпасын" деді. Сосын күтіп тұрған Әзірейіл алейхиссаламнан: "Я Әзірейіл, қонақ ретінде келдің бе, әлде рухымды алуға ма?" деп сұрағанда Әзірейіл алейхиссалам: "Әрі қонақ ретінде, әрі тапсырмамен келдім. Алла тағала маған сізге рұқсатпен келуді бұйырды. Рухыңызды тек сіздің рұқсатыңызбен аламын. Я Расулуллах, рұқсат етсеңіз бұйрығыңызды орындап, рухыңызды аламын. Болмаса кері қайтып Раббыма барамын" деді. "Я Әзірейіл, Жәбірейілді қайда қалдырдың?" деді. "Жәбірейілді дүние аспанында қалдырдым. Періштелер оған сіз үшін көңіл айтуда" деді. Осылай сөйлесіп тұрғанда Жәбірейіл алейхиссалам жетіп келді. Пайғамбарымыз: "Ей бауырым Жәбірейіл, енді дүниеден кететін уақыт келді. Алла тағаланың құзырында мен үшін не дайындап қойылған? Маған соны сүйіншілеп айт, көңілім жайланып, қуанышпен аманатты есіне тапсырайын" деді. Жәбірейіл алейхиссалам: "Ей Алла тағаланың сүйіктісі, мен көктің есігін ашып кеттім. Періштелер сапқа тізіліп, сіздің рухыңызды сүйіспеншілікпен күтуде" деді. Пайғамбарымыз: "Әлхамдулиллах, мадах Алла тағалаға тән. Сен маған сүйінші бер. Раббымның алдында мен үшін не бар?" деді. Жәбірейіл алейхиссалам: "Я Расулуллах, сіз баратын болғандықтан жұмақ есіктері ашылған, жұмақтың өзендері аққан, жұмақтың ағаштары иілген,
хор қыздары сәнденген деді. Пайғамбарымыз тағы да мадақ Алла тағалаға тән. Сен маған басқа сүйінші бер я Жәбірейіл деді. Жәбірейіл алейхиссалам: я Расулаллах, сіз қиямет күні алғаш шапағат ететін және алғаш шапағаты қабыл болатын адамсыз деді. Пайғамбарымыз тағы да альхамдулилля, мадақ Алла тағалаға тән. Я Жәбірейіл, маған басқа сүйінші айт дегенде Жәбірейіл алейхиссалам: я Расулаллах, сіз нені сұрап тұрсыз деді. Менің бар уайымым мен қайғым менің артымда қалған үмметім деді. Жәбірейіл алейхиссалам: ей Алла тағаланың хабибі, Алла тағала қиямет күні сіз разы болғанға дейін үмметіңізді кешіреді. Барлық пайғамбарлардан бұрын сізді, барлық үмметтерден бұрын сіздің үмметіңізді жұмаққа кіргізеді. Пайғамбарымыз Жәбірейіл алейхиссаламға Алла тағаланың құзырында 3 мұратым бар. Бірі үмметімнің күнәһарларына мені шапағатшы ету, екіншісі дүниеде жасаған күнәларына байланысты оларды азаптамау, үшіншісі бейсенбі және дүйсенбі күндері үмметімнің амалдарының маған білдірілуі. Егер амалдары жақсы болса, оларға дуа етемін, Алла тағала қабыл етеді. Жаман болса, шапағат етіп, амалдарын дәптерлерінен өшірілуін сұраймын деді. Жәбірейіл алейхиссалам Алла тағаладан осы 3 тілегінің де қабыл болғандығы туралы хабар жеткізді. Осыдан кейін пайғамбарымыздың көңілі жайланды. Алла тағала: ей хабибім, үмметіңе осыншалықты сүйіспеншілік танытып, шапағат жасауды жүрегіңе кім салды деп уахи етті. Пайғамбарымыз: мені жаратып тәрбиелеген Раббым тағала деп жауап берді. Хақ тағала: сенің үмметіңе менің рақымым, мейірімім сенікінен 1000 есе артық. Оларды маған тапсыр деді. Сонда пайғамбарымыз: енді көңілім орнықты. Ей Әзірейіл, саған бұйырылған міндетіңді орында деді. Әзірейіл алейхиссалам міндетін орындау үшін пайғамбарымызға жақындады. Пайғамбарымыз қасындағы су ыдысына 2 қолын батырып, су қолымен бетін сүртіп, ла илаха иллаллах, ей Аллахым, рафиқи а'ла деді. Әзірейіл алейхиссалам пайғамбарымыздың рухын ала бастады. Пайғамбарымыздың жүзі бір қызарып, бір сарғайды. Әзірейіл алейхиссаламға: үмметімнің жанында осылай қинап, зорлықпен аласың ба дегенде, я Расулаллах, ешкімнің жанын бұлай оңай алған емеспін деді. Соңғы сәтте де үмметін есінен шығармаған Расулаллах: я Әзірейіл, үмметіме жасайтын қаталдығыңды маған жаса, өйткені олар әлсіз шыдай алмайды деді. Оның мүбәрак рухы алынып, ең жоғарғы дәрежедегі иллийинге жеткізілді. Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымызға: ассаламу алейкум, ей Алла тағаланың расулы, менің мақсатым, талабым сіз едіңіз, енді жер бетіне келмеймін деп қоштасты. Пайғамбарымыздың мүбәрак рухы жоғары әлемге кеткенде Фатима анамыз бен Әзуәжи Тахират радиаллаху анхунна дауыстарын шығарып жылай бастады. Бір кезде ғайыптан бір дауыс келіп: ассаламу алейкум я әхлі бәйт деп сәлем берді де: біліңдер, барлық жанды нәрсе өледі және қиямет күні сендерге ақыларың толығымен беріледі деген мағынадағы Әли Имран сүресінің 185 аятын оқыды. Сосын оларға: Алла тағаланың жақсылықтарына, сыйларына сеніңдер, содан үміт күтіңдер, қатты дауыстамаңдар. Негізгі қиындыққа ұшыраған адам сауаптан мақрұм қалған адам деп жұбату айтты. Бұл сөздерді сол жердегілердің барлығы естіп, сәлемге жауап қайтарды. Бұларды айтқан Хызыр алейхиссалам еді. Пайғамбарымыздан өлім белгілері байқалғаннан кейін Умму Айман радиаллаху анха баласы Усамаға хабар жіберді. Усама, Омар және Абу Убайда радиаллаху анхум бұл хабарды алғаннан кейін әскерден шығып Нубуа мешітіне келді. Айша мен басқа әйелдердің жылап отырғанын көріп, сахабалар абдырап, не болғанын түсінбей қалды. Әли бір орында сілейіп тұрып қалды. Османның тілі тұтылды. Абу Бакр ол кезде үйінде болатын, жүгіріп келді. Дереу ішке кірді. Пайғамбарымыздың бетін ашты, қайтыс болғанын көрді. Оның денесі, жүзі, барлық жері нұрдай жарқырап жатқан еді. Өліміңіз де, өміріңіз де қандай көркем еді я Расулаллах деп сүйді. Мүбәрак бетін жапты, үйдегілерге көңіл айтты. Мешітке кіріп, мінберге шығып, сахабаларға хутба оқыды. Алла тағалаға мадақ айтып, пайғамбарымызға салауат айтқаннан кейін: кім Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға иман келтірген болса білсін, Мұхаммед алейхиссалам қайтыс болды. Кім Алла тағалаға табынатын болса, ол әрқашан хай, тірі және бақи, мәңгілік өлмейді деді де Мұхаммед алейхиссалам расул, одан бұрында расулдар келген,
ол да қайтыс болады. Ол қайтыс болса немесе өлтірілсе, діндеріңнен шығасыңдар ма? Егер діннен шығатын адам бар болса, ол Алла тағалаға зиян келтірмейді, өзіне зиян келтіреді. Діннен шықпағандарға Алла тағала сауаптар береді деген мағынадағы Әли Имран сүресінің 144 аятын оқыды. Сахабаларға насихат айтып, сахабаларды тыныштандырды. Осылайша барлық Расулуллахтың қайтыс болғанына көз жеткізді. Сахабалардың жүрегіне қайғы мен қасірет қанжардай қадалды. Барлығы көз жастарына ерік беріп егіле жылады. Сахабалар ең алдымен барлық істерді басқару үшін Абу Бәкірді халифа етіп сайлады. Оған ант беріп, бағынып, оның бұйрығы бойынша әрекет ете бастады. Расулуллах хижреттің 11 жылы, милади 632 Рабиул Ауал айының 12-сінде дүйсенбі күні сәскеде ақиретке көшті. Ол кезде қамари жыл санау бойынша 63, шәмси жыл санау бойынша 61 жаста болатын. Пайғамбарымызды Әли, Аббас, Фадли бин Аббас, Қусам бин Аббас, Усама бин Зейд, Салих радиаллаху анхумдар жуындырды. Жуындырған кезде денесінен керемет хош иіс шығып тұрды. Одан соң кебіндеді, бір төсекке жатқызылып, мешітке апарылды. Пайғамбарымыздың өзі айтқанындай, барлық адам мешіттен сыртқа шықты. Періштелер бөлек-бөлек келіп, жаназа намазын оқыды. Періштелер біткеннен кейін белгісіз бір дауыс кіріңдер, пайғамбарларыңның жаназасын оқыңдар деді. Сахабалар топ-топ болып ішке кіріп, Расулуллахтың жаназасын имамсыз оқыды. Адамның көптігінен жаназа намаздары сәрсенбі күні кеш қарайғанда әрең бітті. Сахабалар пайғамбарымыздың қабірін қазылу мәселесінде Абу Бәкір ескерткен мына хадисті негізге алды. Пайғамбарлар рухтарын тапсырған жерде жерленеді. Абу Талха Ансаридің радиаллаху анху мазар түрінде қазған қабіріне сәрсенбі күні түннің ортасында жерленді. Аббастың баласы Қосам радиаллаху анху қабірдегі қызметті бітіріп ең соңынан шыққан еді. Ол былай деді: Расулуллахтың жүзін ең соңғы рет көрген адам менмін. Оның еріндері қимылдап жатқан еді. Оған иіліп құлақ тостым. Ол я Раббым, умметім, я Раббым, умметім деп жалбарынып жатқан еді. Сүйікті пайғамбарымыз ақиретке көшкен күні Абдулла бин Зейд: я Раббым, маған мына екі көзім тек сенің хабибіңнің нұрлы жүзін қарау үшін ғана керек болатын. Енді ол арамыздан кетті. Бізге көрінбейтін болғаннан кейін енді көздердің маған қажеті жоқ. Я Раббым, көзімді ала көр деп дұға етті. Көздері көрмей қалды.